Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ең керемет, ең дәмді, тәтті бөлкелер синабонның рецебін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен таза тұрған ыдысымызға сүтімізді, суымызды, қантымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Сары майымызды және жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ашытқымызды салып, оны да араластырып, ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамырға қосқан заттарымыздың бәрі жылы болуы керек. Міне қасықпен араластырып болғаннан кейін қолымызбен жақсылап қамыр етіп илеп аламыз. Міне қамырымызды жұмсақ және де әдемі етіп илеп алдық. Енді дайын болған қамырымызды целлофанмен орап қоямыз. Өйткені қамырымыз көтерілуі керек. Міне менің қамырым бір жарым сағаттай тұрып, осылай болып көтерілді. Ашып тұрған қамырымызды жаймендеп шешіп аламыз. Және де міне жерге түсіріп алдық. Енді төрт жағын төрт бұрышты етіп орап аламыз. Міне видеодағындай орайсыздар, төрт бұрышты болуы үшін. Міне осы қамырды төрт бұрышты етіп алдық. Енді оқтауменен жақсылап жайып аламыз. Қатты жұқа болуы қажет емес. Осындай қалыңдықта жетеді. Енді оның үстіне сары майымызды жақсылап жағып аламыз. Міне барлық шеттеріне жақсылап тегізіп жағып аламыз. Мен алдын ала корицаға қант сеуіп араластырып қойдым. Енді соны қамырымыздың бетіне себеміз. Корицамыз барлық жеріне тиюі қажет. Барлық жеріне әдемілеп жағып аламыз. Міне жағып алдым. Енді дөңгелекше етіп ораймыз. Міне мен орап алдым. Бізге қамырды кесу үшін жай ғана жіп қажет. Жіптің көмегімен әдемілеп дөңгелекше етіп кесіп аламыз. Міне барлығын осылай әдемі етіп кесіп аламыз. Міне бөлкелерімізді кесіп алдық. Енді 180 градусқа пешке қоямыз. Бөлкеміз дайын болғанша біз кремін дайындаймыз. Креміне сары май 82%, және творожный сыр, сахарный пудра қостым. Оны жақсылап араластырып аламыз. Барлық қосқан заттар описаниеда бар. Міне креміміз осылай әдемі болып ағарып көпірді. Міне біздің тәтті бөлкелеріміз дайын. Міне пештен шығарғаннан кейін ыстықтай бетіне кремімізді жағып аламыз. Креміміз толықтай бөлкемізге сіңіп, дәмі одан да дәмді болуы үшін ыстықтай жағамыз. Міне барлық бөлкелерімізге толықтай әдемі етіп жағып аламыз. Міне біздің синабон бөлкелеріміз өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Тексерілген рецепт. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір жазған комментарийлеріңіз мен үшін маңызды. Сіздермен болған Жансұлу.